Армысыздар ағайын. Өздеріңізге уәде еткендей, әлем YouTube арнасы жұмысын бүгіннен бастағалы тұр. Арнамызда аса қиын, түсініксіз ештеңе жоқ деп ойлаймыз. Біздің арнамызда кереметтей қаржыланған, кереметтей әсемделген болмаса да, елге кішкентай болса да ой салар деген азғантай бағдарламаларымыз бар. Оның бірі менің өзімнің жүргізетін Қазақия деген бағдарламам сіздерге жол тартқалы тұр. Ол жерде біз байырғы ата-бабаларымыздың таңдай қақтырарлық ерліктері, бастарынан өткен ғажап оқиғаларды тағы да бір еске түсіріп, бүгінгі күнге үлгі болатын шығар деп үміттенеміз. Ендігі бір бағдарламамыз ақын журналист Оңғар Қабденнің жүргізетін азаматтық пікір бағдарламасы. Ол жерде біз осы елімізге екі ауыз болса да жылы сөз айтып, еліме жаным ашиды-ау деп жүрген қазақтың әр саладағы тұлғалары мен кішігірім сұхбаттар жариялап отырамыз. Үшінші бағдарламамыз ел не дейді. Бұл жерде бәрі түсінікті. Басқа арналардағыдай бір аптада болған оқиғаларға өзіміздің сараптамамыз бен талдауымызды жариялап отырамыз. Енді бір бағдарламамыз Диван Батыр деп аталатын жоба. Бұл жобаны әзір құпия қылып қалдыра тұрайын. Келешекте Instagram парақшасынан, YouTube арнамыздың жарнамасынан біле жатарсыздар. Оның сыртында біздің кішігірім Instagram жобаларымызда жоқ емес. Біреуі Қаз дауысты Қазыбек деп аталады, екіншісі Нұрқасым Іскеровтің басынан кешкендері. Қош келдіңіздер ағайындар. Жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Біздің арнамыздың барлық жазылушысы олар біздің туысқандарымыз.